Күні кеше жұлдызды винтаж атты қайырымдылық фестивалі өтті. Қазақстандық жұлдыздар, әйгілі дизайнерлер өздерінің брендтік киімдерін қолжетімді бағамен халыққа ұсынды. Ал аталмыш аукционнан түскен қаражаттардың барлығы Аружан сайының қайырымдылық қорына жіберілді. Decision City and Models Production бірігіп ұйымдастырып жатқан іс-шараға белгілі дизайнер Ирина Янг та өзінің үлесін қосты. Бұл аукционда мен өзімнің екі сәнді киімдерімді таныстырамын. Ол кешкі көйлек пен юбка. Құдайға шүкір, юбканы сатып алды. Мен сондай қуаныштымын. Осындай әлеуметтік маңыздылығы бар пайдалы іс-шараларға жиі қатысу керек деп ойлаймын. Өзінің сәнді киімдерін халыққа ұсынған қазақстандық дизайнер сүйікті юбкасының сатылғанына қатты қуанған сияқты. Бұл менің ең сүйікті юбкам. Мысалы, өзіңе қатты ұнайтын, ешкімге сатқың келмейтін затың болады ғой. Ал бұл юбка сондай киімдердің бірі болатын. Бірақ мен бүгін осы затпен айырылысуым керек деп шештім, өйткені пайдалы іс үшін болмақ. Ұйымдастырушылардың бірі Ирина Байжанова да тура солай ойлайды. Ол бірнеше ай бойы киілмей тұрған киімдерді көп ұстамау керектігін ескертті. Бұл сәнгердің алтын ережесі дейді. Сенің гардеробыңда 1-2-3 ай, жарты жыл немесе 1 жыл тұрған киіміне қарағанда жаңа киіммен айырысу өте қиын. Сондықтан сәнгердің алтын ережесі: гардеробыңызда киімдерді көп ұстамаңыз. Егер 2-3 айдан астам уақыт бойы кимесеңіз, оны бере салыңыз, сыйлаңыз немесе сатыңыз. Сонымен қатар Ирина ханым ұйымдастырып жатқан Звездный винтаж фестивалі аясындағы қайырымдылық аукционы жайлы айтып өтті. Бұл жұлдыздар өздерінің киімдерін қайырымдылық аукционға ұсына алатын акция. Керемет емес пе? Біз онкологиялық ауруға шалдыққан немесе басқа да сирек аурудың түрлерімен ауыратын балаларға бар күшімізді салып көмектесеміз. Біздің қазақстандық әртістер де аз да болса үлестерін қосуда. Дизайнер өзінің аукционға шығарған киімдерінің барлығы дерлік жаңа екенін айтты. Өлшеміне сай келмей кішкентай болып қалған киімдерін ұзақ уақыт бойы сақтаған Ирина Байжанова ақыры осы қайырымдылық іс-шараға шығаруды жөн көрген. Мен үшін киімдермен айырылысу өте қиын, өйткені оның барлығын жақсы көремін. Бірақ өздеріңіз білесіздер ғой, жасың ұлғайған сайын өлшемің де үлкейе түседі. Сенің өлшемің баяғыдай S емес, M де емес, ал ары қарай айтпаймын. Сондықтан әрине маған кішкентай болып қалған осы киімдердің бәрін бүгін осында шығардым. Олар жап-жаңа, түрін жоғалтқан жоқ. Жұлдызды винтаж қайырымдылық аукционы бірінші рет өтіп жатыр. Ал ұйымдастырушылар бұл іс-шараны әр 3 ай сайын өткізуді жоспарлап отыр. Аталмыш фестивальге Лидо Мақпал Исабекова, Әсел Садуақасова да қатысты. Ал келесі жолы одан да көп қазақстандық әртістер тартылады деген үміт бар.